Апа. Мен осы бір зат істегеннен гөрі көп ойланады екенмін. Bir затты бастамас бұрын, әрекет істемес бұрын, әрқашан ойланып барып істеймін. Енді бұл бір жағынан жақсы да шығар. Сен ешқандай бостан бос әрекет жасамайсың, барлық затын біліп тұрасың. Бірақ сенің бар әрекетің ол 3-4 зат. Өміріңде істеген 1000 зат істей алдың болса, сен 1000-ның орнына 20-сын ғана істейсің. Өйткені сен ойланып, толғанып, оны дұрыс па, дұрыс емес па дегенше басқа елдер бәрі істеп қояды. Мен де осы көп ойланам, бірақ істейтін заттарым өте аз. Bir зат бастамас бұрын 1045 рет ойланып алам да, содан кейін барып бастаймын деп бастамай қалам. Өйткені не? Мынандай себеп бар, мынандай себеп бар, анандай себеп бар. Бірақ ол дұрыс па? Оның себебі ол дұрыс па? Егер мен оны бастап көрсем, сол себепті мүмкін ол дұрыс, сондай тұрарлық себеп те емес шығар. Енді көп ойлана бермей, менің мақсатым ойыма бір зат келсе, соны істеп тастау. Тағы бір зат келсе, соны істеп тастау. Содан кейін тағы істеп тастау. Сосын өз әрекетіме жауапкершілікті алып, дұрыс болса соны алып кетемін, дұрыс болмаса соны жөндеймін. Осы